Hello everyone! Қалайсыздар? Бүгін біз сіздермен өткен сабақта өткен relative clause туралы сөйлесетін боламыз. Сіздер білесіздер, әдетте біз осында тұрған мына сөздерді, яғни who, which, whose, whom деген сөздерді сұрақ сөздер деп есімізде сақтаған болатынбыз, кім, қалай, қашан, неге деген. Бірақ бұл сөздер бізде әдетте сұраулы сөйлемнің басында емес, сөйлемнің ортасында да кездестіріп жатамыз. Және бұндай жағдайда олар бізде қатыстық сөздердің, қатыстық сөйлемдердің мағынасын білдіріп кетеді. Ол дегеніңіз қандай? Яғни, ең бірінші relative clause түсінігіне мен түсіндірме беріп кетсем. Relative clauses дегеніміз, ол бізде қандай да бір зат есім туралы, яғни сөйлемнің негізгі бөлігінде беріліп тұрған қандай да бір зат есім туралы қосымша ақпарат беру үшін, қосымша ақпаратты келесі сөйлемді бастамай, сол сөйлемді үтір арқылы жалғастырып, қосымша ақпарат беру үшін қолданылатын сөздер. Ондай сөздерге who, that, which, where, when, whose деген сияқты сөздер жатады. Енді қараңыздар. Жалпы осы сөздерді біз әртүрлі заттарға әртүрлі қолданамыз. Мысалы, адамдар туралы қосымша ақпарат беру үшін әдетте who немесе that деген relative clause сөздер қолданылады, relative pronounдар қолданылады. Немесе заттар мен жануарлар туралы қосымша ақпаратты сөйлемнің ішінде which және that деген relative pronoun арқылы береміз. Және орындарды айтқанда, әртүрлі орындарды айтқан кезде, places, орындар, біз where деген relative adverbті қолданады екенбіз. Мысалы, that's a man who saved my life. Менің өмірімді қорғаған адам. Ол менің өмірімді қорғаған адам. Яғни, that's a man деген бізде негізгі бөлігінде тұр. Man ер адам. Осы ер адам жайлы қосымша ақпарат. Ол қандай ер адам? Ол менің өмірімді қорғаған, сақтаған ер адам. Who saved my life деп осы ер адам жайлы қосымша ақпарат беріп тұр. Екінші сөйлемге назар аударайық. Яғни, заттар мен жануарлар жайында сөйлескен кезде біз which және that деген сөздерді қолданамыз дедік. Мысалы, he has a car which costs a fortune. Яғни, ода өте қымбат көлік бар. Яғни, he has a car, ода көлік бар. Және екінші бөлігінде сөйлемнің ол көліктің қандай екені, ол көліктің сондай қымбат екені жайлы қосымша ақпарат беріп тұр, және бұл барлығы бірге бір күрделі сөйлемге сыйып кетіп жатыр. Яғни, біз осы relative clause'ның өзін белгілі бір зат туралы қосымша ақпаратты сол сөйлемді аяқтамай, басқа сөйлемді бастамай, сол сөйлемнің ішінде қосымша ақпаратты кіріктірген кезде қолданамыз. Неге біз бұл жерде which'ті қолданып тұрмыз? Себебі car дегені көлік затқа жатады. Сондықтан да біз which немесе бұл жерге that деген сөзді де қолдансақ болады. Келесі places, орындарға біз where деген сөзді қолданамыз дедік. Яғни, that's the place where I met my husband. Ол орын мен өзімнің күйеуімді кездестірген жер дейді. Яғни, бұл орын that's the place, міне орынды көрсетіп тұр, және ол орын туралы қандай орын? Ол мен күйеуімді кездестірген орын деп қосымша сол орын жайлы ақпарат берген кезде орын болғандықтан where деген relative pronounды қолданып тұр. Енді толығырақ түсіну үшін мына сөйлемге назар аударыңыздар. Мына сөйлемде my mother who has brown hair is standing there. Яғни, бұл бір күрделі сөйлем. Және бұл сөйлемнің ішінде, міне ортасында үшке бөліп қойған. Біріншісі бізде main clause, яғни негізгі бөлігі, relative clause қатысты бөлігі қосымша, және main clause тағы да негізгі бөлігі. Яғни, жалпы сөйлем негізгі бөлігінің ортасына алып келіп, қатысты қосымша ақпаратты кіріктіру. Осы негізгі бөлім жайында ақпаратты осы who, that, when, where деген сөздер арқылы қосамыз. Мысалы, information about main clause. Міне, ортаңғы relative clause'да бізде негізгі бөлік жайында ақпарат жазылады. Usually introduced by a relative pronoun. Әдетте, мына сөздердің біреуі арқылы таныстырылады сол ақпарат. Мысалы, мынаяқта mother болған үшін who қойдық, car болса ол жерде that болатын еді, немесе which болатын еді. Мысалы, who да адамдарға зат екенін адамдарға қолданамыз дедік. Subject or object pronoun for people. Мысалы, that's a woman who bought my house. Ол менің үйімді сатып алған әйел. Бұл жерде қараңыздар, егер біз who bought my house деген
relative sentence'ті алып тастасақ, relative clause sentence'ті, онда that the woman деген негізгі сөйлемнің бөлігі өз мағынасын сақтайды. Яғни оның әйел екенін айтып тұр. Ары қарай қосымша ақпаратты біз who'дан ары қарай жалғастыру арқылы беріп тұрмыз. Видеоны соңына дейін көрсеңіздер, төменде описание бөліміндегі тапсырмаларды орындап бізге жекеге жолдаңыздар. Bye!